саламатсыздар ма оқушылар? 4-ші сынып математикасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санды және әріпті өрнектер. Күн және ай. Сабақтың мақсаттары: санды және әріпті өрнектерді түрлендіресің, әріптердің берілген мәнінде бірнеше айнымалысы бар өрнектердің мәнін табуды үйренесің. Ендеше, бірінші тапсырма. Егер теңдеудің түбірін тапсаң, ол сан күн жерден айға қарағанда шамамен неше есе қашық орналасқан көрсетеді. 4000 мен 5а-ның қосындысы тең 3000 және 3000-ның қосындысына. Күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді ықшамдауымыз қажет. Ол үшін теңдеудің оң жақ бөлігін ықшамдап аламыз. 4000 және 5000а-ның қосындысының тең 6000-ға. Ал ендеше осы жай теңдеуді өзің шығарып көр. Жауабыңды тексер. Төрт мың қосу 5а тең 3000 қосу 3000. Теңдеудің оң жағын ықшамдаймыз. 4000 қосу 5а тең 6000-ға. Енді бізде белгісіз сан 5а. 5а-ны табу үшін 4000 қосылғыш, бірінші қосылғыш, 5а екінші қосылғыш, қосындының мәні 6000. Екінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен қосылғышты азайтамыз. Бізде екінші қосылғышымыз 2000-ға тең болды. Енді белгісіз а-ны табу үшін, белгісіз а-ны табу үшін 5 бірінші көбейткіш, а екінші көбейткіш, 2000 көбейтіндінің мәні. Екінші көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлеміз. Екінші көбейткіш бізде 400 екен. Ендеше орнына қойып тексеріп көреміз. 4000 қосу 5 көбейтілген 400 тең 3000 қосу 3000-ға. Теңдеудің екі жағы теңесті. Жарайсыздар. Сонымен күн жерден айға қарағанда шамамен 400 есе қашық орналасқан екен. Келесі тапсырма. Берілген деректер мен сызба бойынша есеп құрастыр және шығар. Жерден айға дейінгі арақашықтық 384403 километр. Ал жерден күнге дейінгі арақашықтық 149,597,887 километр. Есеп бойынша теңдеу құр және шеш. Бізге бірінші белгілі жерден айға дейінгі арақашықтық. Жерден айға дейінгі арақашықтық қанша екен? Дұрыс, 384,403 километр. Ендігі белгілі жерден күнге дейінгі арақашықтық. Күн мен жердің арасындағы арақашықтық белгілі. Ол 149,597,887 километр. Енді бізде не белгісіз оқушыға қараңыздаршы? Дұрыс айтасыздар. Күн мен айдың арақашықтығы белгісіз. Күн мен айдың арақашықтығын табу үшін теңдеу құруымыз қажет. Яғни күн мен айдың арақашықтығы бізде x. Енді қараңыздар, мына сызбаға қарап, қандай теңдеу шығаруға болады? Күн мен жердің арақашықтығы белгілі. Мына аралық пен мына аралық, яғни белгілі. Ендігі бірінші қосылғышымыз 384,403 километр, екінші қосылғышымыз x километр. Қосындының мәні 149,597,887 километр. Ал ендеше теңдеу шешейік. Яғни x деп отырғанымыз мына аралық, x қосу 384,403 километр. Тең қосындының мәні 149,597,887. Ендеше теңдеуді шешіп көрейік. X бірінші қосылғыш,
384.403 екінші қосылғыш. Қосындының мәні 149.597.887. Бірінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Калькулятордың көмегімен есептеуіміз қажет. Жарайсыңдар. 149.213.484 шықты. Ал енді x-тің мәнін орнына қойып тексерейік. 149.213.484-ке 384.403-ті қосайық. 149.597.887 шығады. Теңдеуіміздің екі жағы теңесті. Демек, есебіміздің жауабы күннен айға дейінгі ара қашықтық 149.213.484 километр. Жарайсыздар оқушылар. Көбейтудің терімділік қасиеті. Санды екі санның көбейтіндісіне көбейту үшін, оны бірінші көбейткішке көбейтіп, шыққан көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке көбейтеді. Мысалды қарастырайық. Алдымен 5-ті 6-ға көбейтіп алып, нәтижесінде шыққан 30-ды 48-ге көбейткен ыңғайлы болады. Нәтижесінде 1440 шығады. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолданған кезде, көбейткіштерді кез келген тәсілмен көбейте беруге болады. Көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Қосындыны санға көбейту үшін, ол санға әрбір қосылғышты жеке-жеке көбейтіп, шыққан көбейтінділердің мәндерін қосуға болады. Көбейтудің осындай қасиеті көбейтудің үлестірімділік қасиеті деп аталады. Мысалды қарастырайық. Алдымен 200-ді 3-ке көбейтіп, содан кейін 200-ді 4-ке көбейтіп алған ыңғайлы болады. Содан кейін шыққан нәтижелері 600-ге 800-ді қосса 1400 шығады. Өрнектерді қалай ықшамдауға болатынын түсіндір. 4 пен 5-тің қосындысы көбейту y. Амалдардың қандай қасиеттерін қолдану керек? Дұрыс айтасыздар. Көбейтудің үлестірімділік қасиеттерін қолданамыз. 4 пен 5-тің қосындысын y-ке көбейту үшін y-ті 4-ке көбейтеміз, және y-ті 5-ке көбейтіп, қосындының мәнін қосамыз. 9y. Бұл көбейтудің үлестірімдік қасиеті деп аталады. Ал мына жағдайда өрнектерді ықшамдауға болмайды, себебі әріптік көбейткіштері әр түрлі. Сен әріптердің берілген мәнінде бірнеше айнымалысы бар өрнектің мәнін таба аласың. Өрнектерді түрлендір және әріптердің берілген мәнінде өрнектердің мәнін тап. Ендеше оқушылар, алдыңғы біліміміз бойынша қосу және де көбейту амалдарының қасиеттерін пайдаланып, өрнектің мәнін табайық. Өрнектерді түрлендірейік. Бұл жерде әріптік көбейткіштер берілген, әріптік көбейткіштердің мәні де берілген. Бұл балалар А тең 3-ке, Б тең 2-ге, С тең 4-ке, Д тең 5-ке деп. Бұл әріптік көбейткіштерді айнымалы деп атаймыз. Себебі бұл айнымалы дегеніміз әртүрлі мәндер қабылдай алатын шамалар екен. Айнымалының мәндері беріліп тұр. Айнымалының мәнін пайдаланып, өрнектерді түрлендіріп көрейік. Бірінші өрнек. 543 пен 124-тің қосындысын А-ға көбейтіп, 237 мен С-ның көбейтіндісіне қосуымыз қажет. Бұл өрнекті қалай түрлендіреміз? Көбейтудің үлестірімділік қасиетін қолдануға болады. 543-ті 3-ке көбейтіп, оған қосамын 124-ті 3-ке көбейтіп, және де айнымалыларының мәнін орнына қоямыз. 237-ні көбейтеміз 4-ке. Тең 543-ті 3-ке көбейткенде 1629, 124-ті 3-ке көбейткенде 372, 237 мен 4-тің көбейтіндісі 948.
сандармен қосу амалын орындаймыз. Қосындының мәні 2449-ға тең екен. Келесі 562 с қосамын 634 с қосамын 76 с. Бұл жерде өрнектерді ықшамдап алуға болады. Себебі әріптік көбейткіштері бірдей. 562, 634, 76 сандарының қосындысын с айнымалысының мәні 4-ке тең. Сондықтан 4-ке көбейтеміз. Сонда 1272-ні көбейтеміз 4-ке. 5088 шығады екен. Келесі өрнек 569 б қосу 69 қосу 77 д тең. Айнымалының мәнін орнына қоямыз. 569-ды көбейтемін 2-ге. Мына жағдайда көбейтудің үлестірімдік қасиетін қолдануға болады. 69-ды 5-ке көбейтемін, 77-ні 5-ке көбейтемін. 569 бен 2-ның көбейтіндісінің мәні 1138-ге тең. 69 бен 5-дің көбейтіндісінің мәні 138-ге тең. 77 мен 5-дің көбейтіндісінің мәні 385-ке тең. Ол енді осы сандармен қосу амалын орындасам, 1868 шығады екен. 645 қосу 567 қосу 867 көбейту с азайту 659 а тең. Бұл жерде айнымалының орнына мәнін қоямыз және де қосу амалын орындап, оны 4-ке көбейтіп, көбейтіндінің мәнін азайтамыз. Тең 6339-ға тең болады. Келесі, бірнеше айнымалысы бар өрнектерді де ықшамдауға болады. Содан кейін әріптердің берілген мәнде өрнектер мәнін табу керек. Ал енді өздеріңіз шығарып көріңіздер. Айнымалының мәні мына жерде берілген. 717 б азайту 84 б қосу 88 с. Бұл өрнекті қалай түрлендіруге болады? Алдыңғы білімімізді қолданамыз. Тексеріп көр. 717 б азайту 84 б қосу 88 с. Айнымалының мәнін орнына қоямыз. Түрлендіру үшін 717-ден 84-ті азайтып 2-ге көбейтеміз. Және де 88 бен 5-дің көбейтіндісіне қосамыз. 1266 қосу 440 тең 1706-ға. Келесі, д қосу с көбейту 25 қосу 34 д. Бұл жерде көбейтудің қандай қасиетін пайдаланған дұрыс оқушылар? Дұрыс айтасыздар, көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланған дұрыс. Есептеп болсаң, өз жауабыңды тексер. Д қосу с көбейту 25 қосу 34 көбейту д тең 7-ге 5-ті қосып 25-ке көбейтіп 34 пен 7-ның көбейтіндісін мәніне қосамыз. 300 қосу 238 тең 538-ге. Жарайсыздар. Келесі 564 б қосу а азайту б көбейту 26. Жауабыңды тексеріп көр. 564 б қосу а азайту б көбейту 26 тең
564-ті 2-ге көбейтеміз. Қосамын 6 мен 2-нің айырмасын 26-ға көбейту. 100-де 12-ге қосамын 100-де 4 тең 216-ға. Жарайсыздар. Бүгінгі алған білімімізді тексерейік. Өзіңді тексер. Айнымалы 4-бі азайту 3а, 5 қосу 4 көбейту с, әр түрлі мәндер қабылдай алатын шама, 6y қосу 13y азайту 2y. Дұрыс айтасың. Айнымалы ол әр түрлі мәндерді қабылдай алатын шама. Келесі, ықшамдауға келмейтін өрнекті тап. 4-бі азайту 3а, 5 қосу 4 көбейту с, 6y қосу 13y азайту 2y. Дұрыс айтасың. 4-бі азайту 3а ықшамдауға келмейді, себебі әріптік көбейткіштері әр түрлі. Келесі, әріптік көбейткіштері бірдей өрнек. 5 қосу 4 көбейту с, 6y қосу 13y азайту 2y. Дұрыс айтасың. 6y қосу 13y азайту 2y. Барлық көбейткіш, барлығында әріптік көбейткіш y екен. Келесі, көбейтудің үлестірімдік қасиетін қолдануға болатын өрнек. Әрине, 5 қосу 4 көбейту с. Үлестірімдік қасиетін 5 пен с-ның көбейтіндісіне қосамын 4 пен с-ның көбейтіндісі. Жарайсың. Сен бүгінгі тақырыпты өте жақсы меңгердің. Ендігі үйге тапсырма. Номері 4-ші жұмыс дәптері 16-17-ші беттегі тапсырмаларды орындап, мұғаліміңе көрсет. Ендеше өзіңнің бүгінгі алған біліміңді бағалай қой. Мен үшін түсінікті, орташа түсіндім, түсінбедім, сұрағым бар. Сұрағың болған жағдайда ұстазыңа хабарлас. Жарайсыздар, сау болыңыз.